Баршаңызға сәлем, сіздермен Манат. Бүгін біз дәл осындай құрт дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге ұйытылған, яғни айранымызды, дайын айранымызды осындай күбі пісіретін күбімізге құйып аламыз. Менде бұл жерде электрический тоқпен пісіледі. Барлық айранымызды пісіп алатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауға белгісін басуды ұмытпаңыз. Және осы айранымыздың көлемінде етіп салқын су құятын боламыз. Салқындығы сол айранның үй температурасымен бірдей болу қажет. Айранның да және судың да температурасы бірдей болу қажет. Осылай дайын айрандарымыздың бәрін құйып алатын боламыз. Су қосып, бірінші бұны айранымыздың қаймағынан жиналған майымызды сүзіп аламыз. Жарты сағатқа осылай айранымызды бетін жауып, су құйып, тоқпен айналдыратын боламыз. Майымыз дайын, міне майы түсті. Енді бетіндегі майын сүзіп алып, салқын су құйып сүзіп алатын боламыз қолымыздың көмегімен. Майымызды айранынан бөліп алатын боламыз. Осылай қолдың көмегімен барлығын алатын боламын майымызды. Ендігі кезекте майымызды алып болғаннан кейін айранымызды үлкен кастрөлге осылай құйып алып, ыстық отқа қайнататын боламыз. Бетіндегі осы полный бүкіл айранымыз қатуы қажет. Содан соң айранымызды суытып, осылай құрт қалтаға құятын боламыз. Бұл жерде айранымызды отқа қайнатқан түсірмей қалыпты. Міндетті түрде отқа қайнату қажет. Айранымыз, ішіндегі айранымыздың барлығы қатты айран болу қажет. Сол кезде тоғымызды өшіріп, осылай құрт қалтамызға құятын боламыз. Мына осындай үлкен көлем кастрөлді қайнаттым. Осындай қатқаны түбінде қалып қатылмас үшін шайқап барлығын құятын боламын. Құртымызды құйып болғаннан кейін бетке іліп қоямыз. Қатқан айранымыз суынан бөлініп шығады. Осылай астына шелек қойып қоямыз. Айранымыздың суы осы шелекке ағатын болады. Дәл осылай құйып қойдым. Осылай суы ағып тұр. Енді кезекте суы ағып болғаннан кейін осындай үлкен таспен немесе ауыр затпен бастырып қоятын боламыз. Қалған суы жақсы ажырау қажет. Тек құртымыз ғана қалуы қажет. Мұны барлығын құрт қалтадан салып алдым. Енді кезекте осы бұның аталуы сүзбе деп аталады. Сүзбемізге осылай тұз салып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап қолмен араластырып, барлығын құрт қылып жаятын боламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, осы видеоны немесе басқа да видеоларымды поделиться батырмасынан басып достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Және видеоларым ұнаса, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мен сіздермен жеңіл, оңай жасалатын түрлі рецептің түрлерімен таныстыратын боламын. Енді осыны қолымызбен дөңгелек формада құртымызды жайып аламыз. Осылай бірінші кезекте алақанымызбен сығып, осылай дөңгелек етіп жайып алатын боламын. Міне қараңыздар, бір тегіс әдем болып шықты. Бұлай бір тегіс әдем шығуы құрттың қайнауына да байланысты. Қатты қайнап кеткен құрт іртік болып қалады. Міне қараңыздар, өте әдемі құрт шығып жатыр.
Ауылдың құртуының жасалу жолы дәл осылай. Құртымыздың барлығын дәл осылай жайып алатын боламыз. Негізі бұны сеткада жайған дұрыс, сол кезде таза кебетін болады. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сол кезде менің видеоларымды бірінші болып сіз көретін боласыз. Барлығыңыз ас болсын. Сіздермен Манат.